Талдықорғанда дәстүрлі әкем, анам және мен облыстық отбасылық жарысы өтті. Халықаралық балалар күніне орай ұйымдастырылған додаға өңірдің аудан қалаларынан келген 10 отбасы қатысты. Шараның басты мақсаты салауатты өмір салтын насихаттау, отбасы институтын нығайту және ата-ана мен бала арасындағы байланысты күшейту. Жарыс жастар спорт кешенінде сән салтанатымен ашылды. Мұндай отбасылық іс-шаралар ата-ана мен бала арасындағы түсіністікті нығайтып, өскелең ұрпаққа отбасылық құндылықтар туралы саналы ой салады. Сонымен қатар өрендерді салауатты өмір салтына баулайды. 1 маусым халықаралық балалар күніне орай, сонымен қатар 26 маусым халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күнінің айлық аясында біз бүгін дәстүрлі түрдегі жыл сайынғы отбасылық жарыс ұйымдастырып отырмыз. Жетісу облысының әрбір аудан қаласынан іріктелген отбасылар жиналып отыр. Жалпы әр отбасы мемлекетіміздің алтын діңгегі, ал дені сау отбасы ол мемлекеттің болашағының кепілі. Жарыс бағдарламасы бірнеше қызықты эстафетаны қамтыды. Әр ұжым арасында өзара ізгі ниет, құрмет пен қолдау атмосферасы басым болды. Алдымен сәлемдесуге кезек берілді. Бұл сайыстағы ең тартымды кезеңнің бірі. Ол әр команда мүшесінің талантын ашуға көмектеседі. Бұл бөлімде отбасылық трио шығармашылық қабілетімен танылуға тырысты. Одан соң доп шеңберді қолдану арқылы кедергілерден өтіп, жылдамдыққа жүгірді. Алакөл ауданынан келген Сағатбековтар отбасы жарысқа жыл сайын тұрақты түрде қатысып келеді. Өткен жылы жүлдегерлер қатарынан көрінген әулет биыл да барлық кезеңнен сүрінбей өтіп чемпион атанды. Отбасымызды жылда кеп қатысамыз, былтыр қатысып 3-ші орын алғанбыз. Біз қазір таңда көп бала отбасымыз, бүгін 2 бала келді, кіші қызыммен қатысамыз. Спорттық сайысқа қатысушылар жеңіске деген жігермен ғана емес, өзара татулығы мен бірлігімен де ерекшеленді. Жарыс қорытындысы бойынша үздік нәтиже көрсеткен отбасылар марапатталды. Ұйымдастырушылар мұндай игі бастамалар алдағы уақытта да жалғасатынын айтады. Нұрай Базархан, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы.